Жылама, оғлам, жылама, ата-апаңды қинама. Құрығыңды майырып, түнде жылқы қайырып, жаудан жылқы айырып, егіт болар мекенсің. Естимісің? Құрттай баланың даусы. Я, жас сәбидің даусы. Дәліргеден естілеме қалай? Шығып қарасаңшы. Ол жасаған жаппар ем. Бұны маған белгілі бір себеппен жіберген боларсың. Бәйбіше, бәйбіше, мынаған қарашы. Жас сәби ғой бұл. Алда ғана қу шешек. Бұл қайдан тап болды? Пәлі, ер оғлан екен өзі. Бұл оғланды біз өз баламызбен бірге емізіп асырайық. Бұны бізге Құдай жіберген. Бұл елден келген оғлан. Сондықтан да оның атын Едіге қоялық. Сенің атың Едіге! 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 Құдай берсе, әрине бағамын. Бізге берер несібесі шығар. Хан сұраса, қалай бас тартамын? Қап. Болмады ау. Неге қайғырасыз? 15 жасымда маған серік болдым. Ибалықпен сөз сөйледің. Тоқтамыс хабар айтыпты, боласына келсін дейді. Ақылымды тыңдасаң, Едігені бермейік, оның бетін көрмейік. Біздің бала не қылар, тек жиған малға ие болар. Ақылымды тыңдасаң, Едігені алып қал, өз баламызды берейік. Асыл бірдей алғаным, дүниенің көрдім жалғанын, тоқтамыстай зұлымның басқа қайғы салғанын. Берем десең бер, қайғыруға болама. Жорға таңдап міндірші, торқа таңдап кейдірші. Тоқтамыстай зұлымға барса бала келу жоқ, енді тірі көру жоқ. Өксіп жылайды, жыламай қалай шыдайды. Ей, тоқтамыс, тоқтамыс, Құдай алсын басыңды, қысқартсын сенің жасыңды, иесіз қалсын ағордан. Айналайын Едіге қарағым, көтер басыңды, тұрып ішші асыңды, қашан тыян қарағым, өзімнен аққан жасымды. Адыра болып ағорды, иесіз тұл қалды, бұл орданың ішінде екі қу бас бұл алды. Ие болып кім қалар, иесіз қалған қарағым. Сен малым иесіз қалады дейсің. Мен сенен туған оғлан емес пе едім? Мен тірі тұрғанда неге иесіз қалады? Едіге, мен саған айта алмай жүрген бір сырым бар еді. Сенің арғы атаң Аңшыбай, одан баба түкті шашты әзіз, одан Парпария деген ұл болды. Парпариядан қарағым Құттықия деген бол туды. Құттықия хандығынан айырылып, Тоқтамыстың құсын бағады. Құсының бір жұмыртқасы ұрланып, әкеңді Тоқтамыс өлтіреді. Сол кезде сен іште қалған бала едің. Тоқтамыс сені де өлтірмек болады, алайда Алла тағала сені біздің іргеге жеткізеді. Сені өз оғланымызбен бірге емізіп асырадық. Күндердің бір күні Тоқтамыстың жансызы сені дауылда асық ойнап жүргеніңді көріп Тоқтамысқа жеткізеді. Тоқтамыс сол кезде сені алып келсін деп хабар айтады. Сені Тоқтамысқа жіберуге қимадым, сондықтан да өз оғланымды бердім. Қазір енді қалған тек сен. Әке, уақыты келгенде Тоқтамысты алдың әкелеп, қанан судай ағызып, көзін ойып, сақалын жұлып, басын кесеп, Тоқтамыстың қызын саған тоқалдыққа берем, әке саған серт берем. Едіге, тұқымың асыл, менің емес, әкеңнің кегін ал. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәләм, бар бол. Қайдан келесің? Бес қаруың сай ғой. Хан сарбаздармен аңнан келеміз. Бәрекелді, жақсы болған екен. Мен онда ұялтыға жөнелейін. Едіге, сарапши. Жүрсің ғой, жібер. Хан аңшылықтан келеді. Қанжығасы майлы. Жүр сарайға, хан ордасына сарапши. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мына батырға шарап бер. Мен шарап ішпеймін. Менің қолымнан шарап ішкен үлкен мәртебе. Бірақ сен бас тартып отырсың. Ендеше айран беріңді.
Қатығы тәтті, иісі ескі. Біз жөнелдік. Хан ием, жаңағы қатықты төртке бөлгені, еліңнің мына жерінен кіріп, мына жерінен шығам дегені. Ал ортасын ойып ішкені, ордаңды бұзып алам дегені. Көзін құрту керек. Кеңес құрылсын. Тілімді алсаң, кеңес құрма. Сыбыс шықпасын. Қазір қайта шақыр. Мен сені танымаймын, қай баласың деп сұрайын. Едіге ер болса, қорықпай ата бабасын айтар. Қорқса айтпас. Қорықпай айтса, өлтіру керек. Қорқып, жасырса, өлтірмесе де еш нәрсе ете қоймас. Аңғысың. Иә, тақсыр. Жаңаға келген сарбазды танымадым. Қауіпті көрінеді. Мұның әруағы басым. Шапша қылыш өтпейді, атсаң оғың кес кетер. Пермен шатысы да бар. Қорғап жүретін әруағы да бар. Мен білсем, оның әлсізі шарап. Шараптан бас тартып отыр. Өзіңнің сыйлы қонағың етіп шақырып, қымызына шарап қос. Әлсірегенде қапысын табарсың. Аңғысың. Мен саған белгі бергенде едегеге қанжар саласың. Қазір көзін құртпасақ, ертең таққа таласатындардың бірі болады. Тақсыр, қапыда қимыл жасаймын. Өлтір алмасам, мағансың. Едіге, енді тез үйге бар да, бір мықты семіздарың сой. Оның мойнын бітеу ал. Оның бір жағын ышқырыңа, бір жағын тамағыңа ойла. Тамақ жағың ашық болсын. Сонда торсықтай болсын. Сені хан шақырып жатыр. Мен білсем сені өлтіреді. Мен белгі бергенде, асулы тұрған жүрекке мінде, сенің артыңнан қуғыншылар жібереді. Қуғыншылардың үзеңгілерін қиып қоямын. Сонда саған ешкім жете алмайды. Ескертуіңе рахмет досым. Сақ жүремін. Тақсыр, шақыртуыңызбен келіп отырмын. Не бойынтайыңыз бар? Өзің шарап ішпеген соң, өзіңді арнайы шақырттым. Өзіңе арнайы ас әзірлеттім. Шарап ішпесең қымыз ішерсің. Сыпырада жыраудан жыртыңдарсың. Мен бабаңмын, мен нелерді көрмедім, мен қай жерде жүрмедім. Әкей хан мен Жәкей хан мұны көрген бабаңмын. Жасы жеткен қартың біз бір үлкен болған жан. Танымай тұрмын мен меңзетемін біреуге. Атаматын сұрасаң, Алатайлы Аңшыбай. Баба түкті шашты әзіз Аңшыбайдың баласы. Баба түкті шашты әзіздің баласы Парпария Сұлтан хан еді. Өз әкемді сұрасаң, Құттықия бек еді. Өз атым Едіге. Едіге, ажал жетті саған. Ежелгі дұшпан ел болмас, тоқтамас. Өзіңе серт берем, мен қайта келермін, Сәтемірге жетермін. 3 ай 90 күн болғанда қайта кел, сол кезде басыңды кесермін. Сарбаздар, қуыңдар! Дат тақсыр. Датың болса айт. Кездік бойлай кірді. Едіге өлген жоқ. Сарбаздар артынан қуғанда үзеңгілер үзіліп, аттан құлап, жарақаттанды. Иә, жете, көзіңді құрт. Дат тақсыр. Датың болса айт. Алыстан шаң көрінді. Моғол секілді. Жақындап келе жатқанда байқадым. Құйындатып келе жатқан Едіге ереке. Немене? Аузыңа қорғасын құяйын ба? Мені сізге Едіге жіберді. Жалғыз өзім 300 қолға татаймын дейді. Тұрсатын жеріңді айт деді. Мен кетермін. Кетпей не етермін. Мені тақтан айырған Едігенің екпіні. Ақ сарбаз, Едіге келді. Артық едің асылым, ертеден сені алғаным. Жалғызың бүгін тірілді. Оғлым, сен келеді дегенді естіп, Тоқтамыс қаладан қашып кетіпті. Мына тақ бос тұр, өзің жайғас. Мына қара халық та сені қолдайды. Айтатұлы сөзім бар, Тоқтамыстың орнына. Хан етіп сені қоямын. Әке, ендеше тағы өзіңдікі, орнына жайғас. Иә, Алла жарылқаған екен. Ендігі бет алсын қандай. Біз Ноғай деген ередік, ежелден келген ередік. Қалмақты көрсек алармас, талқан қылып деп едік. Батаңды бер, Ноғайлының іргесін кеңейтіп, жерін мықтап бекітейін. Әуелі Құдай оңдасын, жорытқанда жолың болсын. Қыдыр ата досың болсын, арға бабаң шашты әзіз желеп жүрсін.
дұспаның аяқ асты болсын. Әумин.